Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз бисквит тортын жасайтын боламыз. Бізге ол үшін керегі 120 грамм, қант 150 грамм, тауықтың жұмыртқасы 5 штук и қопсытқыш керек. Бізге қамыр қопсытқыш 2 шай қасықтай. Осының барлығын 180 градуста 30 минутқа пісіретін боламыз. Ең бірінші алдымен жұмыртқаның ақ мен сары уызын бөліп алатын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның сары ақ бөлу үшін біздің ыдысымыз құрғақ әрі таза болу керек. Осылай жұмыртқаның ақ мен сары уызын бөліп алатын боламыз. Міне достар, біз ақ мен сары уызды бөліп алдық. Осыны бірінші алдымен ақ уызды араластыратын боламыз. Ол үшін мына жердегі жарты қантты сары уызға саламыз да. Жартысын ақ уызға салып, жайлап миксерлейміз. Осылайынан жай салып миксерлейтін боламыз. Осылай ақ уызымызды алып, осы астынан үстіне дейін бүйтіп араластыратын боламыз. Осылайдан араластыратын боламыз. Егер үйтіп миксермен араластыратын болсақ, онда нанымыз көтерілмейтін болады. Біз ақ уызымызды шайқап болдық. Оны шайқап болғанын білу үшін сары уыздарымызды араластыратын боламыз миксермен. Сары уызымыз ағарып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Бәрін араластырып алдық. Енді осыған бұны қоя тұрамыз да. Енді ұнымызға келеміз. Ұнымызға қамыр қопсытқышты қосамыз. Құрғақ ингредиенттерді қосып аламыз алдымен. Және оны жақсылап қасықпен араластыратын боламыз. Араластырған ұнымызды електен өткізіп, жұмыртқаға қосатын боламыз. Ұнымызды електен өткізіп алдық. Енді араластыратын боламыз. Осылай көпіртеніп ағару керек. Осылай ағарып болу керек. Біздің тортымыз міне дайын болды. Енді осыны ыдысқа құятын боламыз.